Алоэ өсімдігін өте ерте заманда үй жағдайында өсіріп, дәрі ретінде пайдаланылған. Алоэ өсімдігі жайлы жазба деректер мен аңыз әңгімелерде айтылады. Ойда жоқ жерде тұмауратып ауырдыңыз, танауыңыздан су ағып, басыңыз мең-зең, мазаңыз кете бастады. Үйіңізде алоэ өсіп тұр, дәрі іздеп қиналмайсыз. Алоэның бір тікенді жапырағын кесіп аласыз да, салқын сумен жуып, тазартып, сығып, шырынын мұрынға тамызасыз. Қалған шырынын кішкентай дәкі қиығына сіңдіріп, таудың тесігіне тығып қоясыз. Күн сайын 1-2 рет ауыстырып, 3-5 күнге соссаңыз, тұмаудан оңай құтыласыз. Құлап шынтағыңызды, тізеңізді жер сүртіп кетті дейік. Сол жерден қан ағып мазаңызды алуда. Тағы да үйде тұрған алоэ жүгінесіз. Қажетінше жапырағын кесіп алып, жуып, сыртындағы жұқа қабатын сыдырып тастап, ауырған жерге шаншып тарта қойыңыз. Сыртынан целлофан ойып, оның сыртын орайсыз. Әдетте қан шыққан жерден адам денесіне инфекция кіріп, түрлі аурулар ұстап қалуы мүмкін ғой. Енді олай болмайды. Өйткені сіз алоэны жапсыру арқылы микробтардың кіруіне жол бермейсіз. Аурудың алдын алады деген сөз. Алоэның шырыны бактериялық аурулармен күресуде таптырмайтын дәрі. Мәселен, стафилококк, стрептококк, ішек ішіндегі ауру қоздырғыш таяқшаларды күйіктен тері бүлінуге қайнатылған салқын сумен жуып, сығып, шырынын алады да таза дәкеге сіңдіріп, ауырған орындарды орап компресс жасайды. Бұл әбден кеуіп кеткен кезде ауыстырып жасауға болады. Алоэның дәріге 3-4 жыл өскенін алып, қиған кезде астыңғы жапырақтарынан бастайды. Тамақ ауырған кезде оның шырынын шприспен сорғызып ауызға шашады. Жаңа сығылған шырынның ауру қоздырғыштарды жуып, өлтіріп жіберетін қасиеті бар. Егер сіздің шашыңыз өте баяу өсіп, әлсіз тез сынғыш болса, алоэның шырынымен басыңызды жуардан 2 сағат бұрын ысқылап сүртіңіз. Шаштың арасын ашып, терге сіңдіріп жіберіңіз. Арада 15-20 күн өткенде шашыңыздың түсуі азайып, өңі кіре бастайтын байқайсыз. Дәріханаларда алоэның шырынын арнайы әзірлейді. Онда шырынның 20%-ын таза спирт қосып, ұзақ сақталуына мүмкіндік жасайды. Алоэ шырынынан ауруға қарсыласу қабілетін арттыратын дәрі жасауға болады. Оған 200 грамм алоэ шырыны, 300 грамм бал, 350 грамм қызыл шарап қосып араластырады. 7-8 күн аузын жауып, үй температурасында сақтайды. Яғни 7-8 күннен асырып барып, күніне 2 рет 1 шай қасықтан ішіп отырады. Және осыны жалғастыра береді. Егер сізге менің каналым ұнаса, комментарий жазып, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.